Ақ кемпірдің әңгімесі 3 бөлім. Мынау не айтып отыр? Құлағым қағыс естіген жоқ па? Бұл өмірдегі бар асылдарым бізге қиналмастан бере салған шынымен қожа берген бе? Мүмкін емес. Қой шетінде күзетте жатқан шығармын. Оянайыншы, Құдай-ай, бұрын соңды мұндай түс көрмеп едім ғой, деп ойлаған Есенбай әлдебір күш қылғындырып бара жатқандай жүрегі аузына тығылып жан-жағына қарады. Жоқ, бәрі де өңі сияқты. Қожа берген алдарында. Өзінен төмендегі Қалдыбай басына біреу тоқпақпен қойып қалғандай есеңгіреп аузын ашқан күйінде отыр. Бірдеңе десеңші, маған қарағанда көргенің көп еді ғой, дегендей көзі бақырайып бұған қарады. Қожеке, ол не дегенің? Айтқаныңа құлдық. Жолыма сақалыңды төсеніш қыл десең де қарсы келген жеріміз жоқ еді ғой. Бәрінде өзің айтқандай орындаймыз. Тек түсіне алмай отырғанымыз Ғалия мен Гүлбаршынды сонда қалай? Бізге қалғанда, апырай, қалай еді сонда, не айтсам екен? Иә, солай, деді Қожаберген даусы саңқ етіп. Жолым ұзақ болатын шығар, оған сенің 2-3 тал сақалың төсеніш болып жарытпас. Ақ көңіліңмен айтып отырсаң ризамын. Ал Ғалия мен Гүлбаршынды бұл сөзді мен де айта алмай отырмын. Дәл қазір аузымнан шығуының өзі мұң болып отыр. Бірақ амалым қанша? Сол 2 қызды екеуіңе әйелдікке тастап отырмын. Мекешше болмасаңдар, бұдан әрі мені сұрақ қойып қинамаң. Тоты құстай таранған, мәпелеп өсірген қыздарым еді. Тағдыр-ай, дәл осындай ойыныңа айналам деп ойлап едім. Екеуінің өтеуі ана Бердібектің қатарға қосылуы. Болды енді, біз қазір аттанамыз деп тістене сөйлеп орнынан тұрды. Үстірт үстінің жанға жайлы түні. Терістік беттен баяу соққан салқын ілеп бар, айнала жым-жырт. Тек әлдебір құстың тымық ауаны тілгілеп ұшқан қанатының сусылдаған дыбысы ғана естіледі. Бағыты түстік бет сияқты. Анда-санда бұлт арасынан шыққан ай жарығынан Көлбайдың төрткілі, аққуыз шөжіктің ақар-шақар шыңдары, жабай ұшқанның түксиген шыңдары көрініп қалады. Сонау бала кезінен жанына жаттанды болған осы бір көріністер жүрегін тілгілеген Қожаберген ер үстінде тынши алмай келеді. Артына қарамауға бекініп тастүйім болған, бірақ бүкіл жан дүниесін сыздатқан ауырлыққа шыдай алар емес. Артта оның бар үміті кіндіктен жалғыз Бердібегі қалып барады. Әлі қанаты қатаймаған, қауырсыны жетілмеген күйде қалды. Ертеңгі күні не болмақ? Бар сенері 2 апасы. Қаншама сенім артқанмен олардың жолы жіңішке әйел екені белгілі. Дауылға қарсы тұрғаннан иілгені, арпалыса ілгері ұмтылғаннан кейін шегінгені, налығаны көп болмай ма? Бәріне қолын бір сілтеп, өздерімен бірге ала кеткісі де келген. Бірақ ол ойыннан тез айныды. Өйткені өзі сияқты қашып барғандарды Түркмен жерінде түрмеге қамап, ит жеккенге айдағанын естіген. Соның кебін кисе, жат жердегі бұлардың жайының оңай болмасы тағы белгілі. Оның үстіне өзінің шешімін айтқанда, баласының үлкенге тән қасиетпен айтқан әңгімесі осы жолға бір жолата шығуына себепші болды. Бәрін де түсіндім, әке, деген еді, дөңгеленіп келіп қалған жасын іркіп. Енесіне жетім қалған қозы екеш қозыда емшектен үмітін үзгесін ерте отығып кетпеуші ме еді. Сол құрлы жоқпыз ба, кім біледі. Сағыныштың да, өткен күндерге деген өкініштің де артта қалар күндері болар деп үлкен кісіше қолтығынан демеп атына мінгізген. Қожаберген атын қамшымен бір тартты. Артынан қарап тұрған баласының бұл ұзай бере көз жасына ерік бергенін білді. Өзі де алай-дүлей болған толғанысын тежей алмай, бірте-бірте түн қараңғысына сіңіп бара жатты. Уақыт шіркінге дауа барма, жыл артынан жылдар өтіп жатты. Ғалияның сол бір кезеңдерді жаны күйзеле отырып еске алатыны бар. Адам итжанды болады деген рас екен. Басынан өткен сол қиындықтарға қалай төзіп, атан нар көтере алмас ауырлықтың астында жаншылып қалмай аман қалғанына өзі де таңғалады. Жол ортада қалмапты, бірақ мертігіпті. Көштен қалмау үшін арпалысқанмен талай рет жүгі ауыпты.
Гүлбаршын екеуі жығылып жатса да, алдымен Бердібекті ілгері қарата итерумен болыпты. Сол Бердібек үшін өздерінің де тірі жүруі міндетті екенін түсініп, туралап келген ажал тырнағына ілінбей кеткен кездері көп еді. Олардың бірі жығылып, бірі сүрініп бара жатқанымен, күні ертең-ақ өзі құрған торға түсетінін білген, ажалдың сақылдап күлген күлкісі күні бүгінге дейін құлағында тұр. Бірақ ертеңге деген үміттің, қалайда жетемін деген сенімнің мәртебесі ажалдан биік болады екен. Қанды тырнағын қанша сілтегенмен бұлар аман қалды. Әлде қалай заман шығар, бәрі де орнына келмес дейсің бе? Жат жерде татар дәмі таусылмаса, міндетті түрде қайта ораламын деген әке сол кеткенне мол кетті. Өткен кеткеннен қанша сұрастырғанмен көңіл қуантар хабар болмады. Әйтеуір Түркмен жеріне аман жеткенін, сол жақта шешесіне уақыт болғанын естіді. Одан арғасын ешкім көріп білмепті. Шешесі Биялайдың бұлар көрген жерде басы ауырып, балтырсыздап көрмеген жан еді. Ғалия оның балаларын ойлап, уайым қайғыдан өлгенін білді. Осы жақтан аттанар түні балаларын бауырына басып тұрып, «Құдай-ай, осы шаңыраққа бар қасиетті үйіп төккенін қалай? Мына балапандар қорғаусыз қалып барады ғой, ұясынан құлап өле ме, әлде жемтік іздеген өзгенің тырнағына іліне ме? Әйтеуір алды тұңғиық болып қалды ғой. Осыншама неге қырын қарадың, кеңшілігің қайда қалды? Жан қысылғанда аузымызға түсер сөз де, көмек сұрайтынымыз да өзің емес пе едің? Қайда қалды сол құдіретің? Пендешілікпен айтқан сөзім болса кешіре көр. Бүгін болмағанмен ертеңге, кейінге сақтаған мейірімің бар шығар. Шапағатыңды қызғана көрме осылардан. Қасірет пен қайғыдан, уайымнан шемен болып қатқан жүрек осыншама салмақ тартады деп кім ойлаған? Сол салмақты көтере алсам болар еді. Тым ауыр екен ғой, деп солқылдап жылаған. Айтқаны болыпты да қойыпты. Желсін іздеп, өрсін аңсаған аруана сағынышқа шыдай алмаған. Қайта айналып келуге аяқтағы тұсау кедергі болған. Ал әкесі үкіметтің уысына түсті ме, әлде басын сауғалап ауған Иран асты ма, одан кейінгі тағдыры белгісіз. Шешесінің өлімінің оған оңай соқпағаны анық. Өйткені өмір бойы бір-бірінің қолтығынан сүйіп, бірін-бірі іздеп отыратыны Ғалияға белгіледі. Шешесінің қайтыс болғаны туралы хабарды жол үсті тап болған бір жолаушыдан естіген күні ойына оралды. Сол күні әлі есінде. Жаздың кезі еді. Аспан айналып жерге түскендей ыстық. Бердібек жездесі екеуі қойға кезектесіп баратын. Есенбайдың сол қойдан келіп отырған кезі. Тау қопарып келгендей бүгін тырысып отыр. Алдарына түстік тамақтарын енді ала бергенде сырттан түйенің бақырғаны, оған қосыла «Шөк, жамалдатқыр, шөк» деген әлдекімнің даусы естілді. Төрде шалқайып жатқан Есенбай қабағын шытып, тентіреген жұрт алдыңа келген құла суыңды да дұрыс ішкізбеді ғой, деп күңк етті. Ырысыңды ішер дейсің бе? Қара шәйнектегі су кім-кімге де жетеді ғой, деген Ғалияға ала көзімен қарап сол қалпында жата берді. Көп ұзамады, есікті қайырып, бейтаныс адам табалдырықтан аттады. Жасы келген адам екен. Ғалия орнынан тұрып, төрге боздырды. Есенбайдың маңқ етпей жатқанына, бір жағынан қысылып, бір жағынан көргені жоқтығына ашуланып тұр. Бірақ бейтаныс адамның көзінше ештеңе демеді. Бейтаныс етігін босағаға қалдырып, асықпай жадағайын шешті. Ғалияға қарап, «Қарағым, беті қолымды шайып алайын, су әкеле қойшы». Аспан айналып жерге түскендей, Құдайдың күні де өртеніп кетті ғой, деді. Ұсынған сүлгімен бетін сүртіп, төрде жатқан Есенбайға қарап, әрі-бері отырды. Ол қозғалмаған қалпы, өзіме шамалас адаммен амандасуды да білмей, жастықты шынтақтаған күйінде жатыр. Қазақ қырықтың бірі Қыдыр деп есігінен аттағанды төріне оздыратын. Қыдырдай қасиетіміз болмаса да, жасымыздың үлкендігі, оған қоса жол соқты болып келе жатқан жайымыз бар еді. Бас жағыңдағы көзге көрініп тұрған осал жерің болмаса, қол аяғың бүтін сияқты ғой жарқыным. Орныңнан қозғалуға ақылың жетпеді ме? Әлде есік алдына біткен сырты түк, іші боқ, аз ғана малдың буы жібермеді ме?
Егер соның бірі болса, сөзімді шығындамай-ақ қояйын деп Ғалияға бұрылды да. Төрден орын сайлап, сыбағалы жілігі алдына келмесе тулап кететін заман артта қалды ғой. Кебежеңнің ішінде, ана шидің артында не барын білмесем де, көңіл пейіліңді танып отырмын. Келген жеріңнің білігі жоқ болғанмен, шыққан жеріңнің бала кезіңнен сүйегіңе сіңірген тәлімі көп болған екен шырағым. Күліп берген қара суыңды орнымен берілген сыбаға деп білейін. Шайыңды құй, шөлдеп келіп едім деді. Ғалия бұл уақытта ақ құманың қайта демдеп үлгерген еді. Шай сандығының түбінен үй алатын адам келіп қалғанда керегі болар деп сақтаған тіске басарларын алып, қонағының алдына төкті. Өзі дайындаған өлі астарын қоюды да ұмытпады. Манадан бері Ғалияның қимыл қозғалысын бақылап отырған Есенбай қып-қызыл дүниесі айдалаға кеткендей бұдан әрі шыдамады. Орнынан атып тұрып, сыртқа беттеді. Есіктен шыға бере өз-өзінен маңқылдап сөйлеп барады. Бейтаныс кісі ештеңе болмағандай мұртынан күліп, ұсынған кесені қолына алды. Бәсе, шабысың, осы жоба болатын шығар деп ойлап отырғанмын. Қателеспеген екенмін. Қоңқ етпе мінезің бар шығар, өзгені қиналтам деп, өзіңді ойға сүйрейтін қашанға әдетің болар. Жасың келсе де, әлі күнге дейін кісіліктің етегіне қолың жетпеген, Құдайдың қалай тап қылғаны белгісіз, қолыңа қонған бақты ит қылығыңмен әрі ысырумен жүрген адам екенсің. Өзгеге ақыл айтар терең сауатым жоқ, көптің бірі едім, бірақ бұл өмірден көрген түйгені көп адамдардан. Алла еркекке бақ берейін десе, әуелі жақсы әйелді тап қылады деген сөздің қасиетті Құранда жазылғанын естігенмін. Мен білсем, өзің түгілі ата-бабаң шығып көрмеген сол биіктің қадірін әлі түсінбей, бағаламай жүрген сорлы екенсің, деді оның артынан. Содан кейін Ғалияға қарап, қарағым, көмейге келген сөзді кері жұту қанымда жоқ қасиет еді. Айтылған сөз атылған оқ. Жаныңды жаралап жатса кешіргейсің, әңгімеңді тыңдаған жоқпын, бірақ көз жанарыңнан шегірткеше шошымайтыныңды біліп отырмын деді. Айтқан сөзіңіздің бөтендігі жоқ. Құдай осы үйдің ошақ бұтын ұстауды маңдайымызға жазғаннан кейін не көрсек те шыдамасқа амалымыз бар ма? Кезінде тура бағыттап келген қай қонақ болса да төрімізге шығарып, сыбағасын алдына тосатын біреуден ілгері, біреуден кейін дәулеті бар адамның қызы едік. Бірақ сол дәулетке бола кісілігімізді жоғалтып, қазақылығымызды ұмытқан жеріміз жоқ еді. Аяқ астынан бәрі өзгеріп шыға келді емес пе? Біреу бас сауғалап кетті, біреу боқбайлығының соңында кетті. Бұл үкіметті енді желкенің шұқыры көрсін деп туған жерін талақ еткендері де бар. Қайта ораламын деп үміттеніп кеткендер де бар. Әкеміз сол үміттің жетегіне ілесіп, қайтып келер қазығы жалғыз баласын қалдырып кеткен. Сол қазықтың өз жұртында жоғалмауын тапсырған аманаты бар еді. Әзірге аманбыз, бірақ бұрынғы әкеден қалған қонысқа артында қалған баласы емес, өзге біреудің билік етіп жүрген жайы бар. Дастарқан басында отыра алмай шығып кеткен осы үйдің иесі. Оның қандай адам екенін өзіңіз жобалап отырсыз. Көп істері көңіліме жақпаса да, сіздің сөзіңізге қосыла кетуге намысым да жібермей отыр. Басындағы бөркін көп қозғайтын өнері бар екенін біліп отырсыз. Дегенмен, осы үйдің қожасы да сол, бұйрық беретін де сол. Бірін орындаймыз, біріне қаша ұрыс салумен келеміз. Құдай салды, біз көндік. Ақ шұнақ шал бері жаттың басымыздан өткеніне де бірталай уақыт болды. Апырмай, қарағымай, сен кімнің қыз едің? Деді бейтаныс қонақ. Шайға терледі ме, әлде мына бейшара келіншектің жанына тер сөзді айтқанына қысылды ма? Әйтеуір көлдей орамалмен қайта-қайта терін сүртумен болды. Ғалия жөнін айтты. Қожа бергеннің атын естігенде бейтаныс қонақ: ой, дүние-ай, асылдың сынығымын десеңші, Қожекеңнің қайта айналып келер қазығы жалғызы қайда қазір деп сұрады. Ғалия қонаққа жалт қарады, жүрегі аузына тығылып: әкемді біледі екенсіз ғой, жолына қарап сарғая күткенімізге не заман, тірі ме, қайта орала ма деді абдырап. Бердібек қой соңында үй иесі ұйқысын қандырғасын ауыстырады. Жаңа алдымнан кездестірген малшы жігіт
осында сілтеп еді. Сол болды ғой, мал шіркінге жиі-жиі өрісін ауыстырып тұрмаса, қоңынан айырылатыны белгілі. Әлде қашан тұяқ кесті болған жерге жайғаны қалай деп ойлап едім, бәрі қазіргі қожасына байланысты болды ғой. Оның ертеңгі аузын майлар жайына емес, қарасын көріп, соған көңіл тойдырып жүрген адам екенін білгенмін деді. Көргеніңіз қателестірмепті, тірлігіміздің түрі осы. Көзін ашқанда мал бағудың қыр-сырын білетін адам, оның ертеңгі қызығына үміт артады. Қарасына көңіл тойдырып жүргендер болса, бір күн соғар боранның төбе астынан бұғып келген қорқаудың жемтігіне айналады. Оның жөнін айтып, үй иесіне ақыл кеңес бере алмаймыз. Өз білігі өзіндегі адам. Айтқан сөзіңді, қосқан ақылыңды кері түсінетіндер де бар емес пе? Не көрсек де ел ішіндеміз ғой. Көрген білгеніңізді жасырмай айтыңызшы. Әке-шешемізді ойлап, көңілдің күпті болып жүргені де, жүрек шіркіннің секем алып, салмақ тартып жүргені де бар еді. Қажып жүрген көңілін жүдетіп кетпейін деп, ішіңізге бүгіп кетпеңіз. Қазіргі уақытта тағдыр кім-кімге де жүк үстіне жүк артумен келеді емес пе? Тағы да салмақ артып жатса, көнбеске амал бар ма? Деді Ғалия қонағына қарап. Қинадың-ау қарағым, көппен бірге түстік сапар шеккенмен әкеңнің хабарын айтатындай, дәл қазір сол жақтан келе жатқаным жоқ еді. Өзің айтқандай, ол жаққа алдыма біткен байлығымды қызғанып кетсем бір сәрі еді. Кезінде руымызға билігінде сөзінде жүргізген ағайынның айтқанынан асалмай адасқанымызды артынан білдік. Жат жердің жұмақ болмайтынына, басыңды сауғалағанмен жаныңа ықтасым болмайтынына көзім жетті. Еркелігің елде екен, тентектігің қалың ағайынның ортасында жүргенде екен. Біреуге тасып айтатының да, біреуге басып айтатының да туған топырағыңда тайраңдап жүргенде екен ғой. Екі аяқты пендеге тап болар дерттің ең ауыры туған жерге деген сағыныш дерт екен. Босып бара жатқан елде сол ауруға ем жасап, жол көрсететін бақсы балгер де жоқ. Бола қойған күннің өзінде ауруыңның емі туған далаңның ауасы мен бұйрат-бұйрат болып созылып жатқан құмында екен. Аунап-қонап жатсаң, лезде сауығып кетесің деп қайтып айтар. Сөйтіп, күн өткен сайын, еліңнен ұзаған сайын, әлгі ауру қабатталып жамала береді екен. Жат жерде әлгі Құранда айтылатын жұмақтағы салсабин деп аталатын бұлақтан алынып, хош иісті кәфур қосылған сусын беріледі десе де, туған топырағыңның бір тамшы суына татымайды екен. Мен сенің әкеңмен түркмендердің Иранмен шектесер жеріне дейін бірге барып едім. Бұрын сырттай біліс болғанмен, сапар үсті бір-бірімізге тым жақын болып кеткенбіз. Шешең жол үсті қатты ауырды. Шекараға келіп ертең әрісамыз деген күні Биялайдың аурулығына байланысты көшті доғардық. Кейбіреулер арттан келер қуғыншыдан қорқып тоқтамауға бекінді. 3-4 шаңырақтың адамдары болып, Қожабергеннің қасында қалдық. Сонда Биялай әкеңе қарап жатып, Қожаберген, менің ғұмырым да, сенің қолтығыңнан сүйейтін көмегім де осы жерде аяқталатын сияқты. Қанша асықсаң да енді кідір, соңғы өтінішім болсын. Мен бір жайлы болғасын аттанарсың. Бетімді өз қолыңмен жауып кет. Ат басын қаншама кейін бұр десем де тыңдамадың. Ендігі билік өзіңде. Сенің санаңа жетті ме жоқ па, оны білмеймін, бірақ өзімнің көзім жеткен бір нәрсе бар. Ол туған жеріңмен, сонда өз қолыңмен салған ұяңнан артық ештеңенің жоқтығы. Тағдырдың әркімнің маңдайына жазылған сызығының болатындығы. Құс екеш құс та көктем сайын бұрынғы ұясына келіп, кейбір жерін қайтадан бүтіндеп, жұмыртқа салып қатпаушы еді. Бізге сол ыстық ұямызды бүтіндеу бақыты жазылмаған жан болдық. Оған көзім анық жетті. Көп ұзамай сызығымның таусылатынын да білгенмін. Құдайдан алар жаның болса, жат жерге жеткізбей ала көр деп тілеумен болып едім. Құлағына жеткен сияқты, ана жаққа өтіп кетсем, екі орта жабық қой. Артта қалған балапандар ер жетіп, іздеп келер заман болса, тас қамалдан өте алмай қалады ғой. Ей Алла, дәл қазір маған жіберген ажалың болса, ризамын. Кідіртпеші, тезірек жіберші сол ажалыңды. Онан басқа
Қожаберген мені қимас, менің одан қалғым келмес, сөйтіп жат жерге мәңгілік өтіп кетерміз деді. Кенет қайтадан есеңгіреп, әй Бердібекжан, оның не? Атпа деймін, атпа, таста мылтығы құрғырыңды, танымай тұрсың ба? Тентегім-ау, ол өзіңнің қолыңда өскен арқардың қозысы емес пе? Бәрібір қасқырға жем болады деп сойып алғысы келген әкеңмен келіспей ақ қуыс шөжіктің тауына апарып тастап едің ғой. Өлмейді, туған жерінде жүрген жанға тау тасы да бұта шөбіне дейін қорған болады. Сөйте ғой құлыным деп баласы қасында отырғандай елжірей сөйледі. Биялайдың есеңгіреп жатқанын білген Қожаберген маңдайына қайта-қайта солы шүберекті басумен болды. Әлгі сөзді естігенде өзін-өзі ұстай алмай солқылдап жылап талды. Арпалысып жатып, таң ата өмірден озды. Биіктеу бір төбенің басына қойдық. Қанша қарағанмен көз көрім жерден мұсылманның қауымы көрінбеді. Бұл да оңай емес екен қарағым. Мен дәл сол жерде шешеңе бір уыс топырақты салып тұрып, бұл жалғандағы қасіреттің ең үлкені жат жердегі жалғыздық екеніне көзім жетті. Тек тірі кезін ғана емес, өмірден өткенде де жалғыз қалмай, мұсылман қауымның шетінен орын тегенге не жетсін. Биялайдың Құдайдан сұраған зарының дұрыс екенін ұқтым. Сол жерде тұрып, алда әлі беймәлім сапарға емес, жүріп келген ізіммен кері қайтуды дұрыс деп шештім. Көш қозғалып кетті. Айдаладағы жалғыз төмпешіктің қасында Қожаберген екеуміз ғана тұрмыз. Біраздан соң ол маған бұрылып, мұның да дұрыс шығар, елге барғанда ешкім қол аяғыңды кісендеп түрмесіне қамамас. Сіңірі шыққан кедей екеніңе Құдай куә. Артта қалған балаларым жайында өзіңе талай рет айттым ғой. Қорған бол, көз қырыңды сала жүр демеймін. Тап болып жатсаң, осы жайды жеткізерсің деп, бірте-бірте ұзап бара жатқан көш артынан кеткен еді. Содан бері біраз уақыт өтті. Қожабергендер Қызылбастың қай жеріне барып тұрақтады, ол жағына мен де хабарсызбын. Елде әйелі мен екі балам қалған. Осынан аттанар түні байдың тірі жанға қимай айдап бара жатқан малының шетінен бөліп, бір-екі сауын түйе мен күш көлік тастағанмын. Өйткені сол малдың жол ортада бейнетін көретін өзім ғой. Оның үстіне адам баласына ештеңеге қимайтын дүние қоңыздығы болғанмен, қожамыздың ол уақытта босып бара жатып малдың есебін алуға мүмкіндігінің жоғы белгілі. Дұрыс жасаған екенмін. Бәрібір сол мал жол торған қарақшының алдында қуғыншының қолында кетті. Әйелімнің төркін жұртының мекені жем сағыз бойы болатын. Соларды сағалауды тапсырып кетіп едім. Жетті ме әлде, жол ортада әлденеге тап болды ма белгісіз, әйтеуір бұл жақтан таба алмадым. Сол жоқтың соңын қуып келе жатқан жайым бар. Менің бар білетінім осы қарағым. Сендерді Құдай тап қылды, көрген білгенімді айттым. Әкеңнің аманатын орындадым. Басқа не айтайын деп үнсіз отырды. Біраздан соң барып, қарағым-ай, бәрін де біліп сезіп отырмын. Құс төресі аққудың айдың көлден кетіп, шалшықта күн кешкенін кім көрген? Қыран құстың шың басынан түсіп, жапалақпен қатарласа, ұя салыпты дегеніне кім иланар? Күні кеше ғана екінің бірінің қолы жетпес арман болған асыл аруға есік алдындағы құл-құтанның билігі жүріпті дегенді кім естіген? Бұл заманның азғаны ма, әлде адам атты қасиетімізді жоғалтқанымыз ба, оны мен білмедім. Қазақ шіркін балақтағы бет басқа шапты деп осындайды айтады екен ғой. Көрмегенді көрдік, естімегенді естідік. Жайыңды көріп, жаным күйзеліп те отыр. Бір жағынан ерлігіңе риза болып отырмын. Әке аманатына адалдығың ерлік емей немене? Қосақталған жаманға еріп, жүнжіп кетпегенің өрлік емей немене? Мақсатыма жетем деген ұмтылысыңды өжеттік емес деп қалай айтарсың? Намысың жоғалмапты, жігерің жасымапты, дегеніңе жетеді екенсің, соған көзім анық жетті. Ал аман болың, Алла тағала шын сұраса тілегіңді қабыл алады дейді ғой. Мені де сол көп тілекшінің бірі деп есепте деп орнынан көтерілді. Есікті ашып, қонағына жол беріп сыртқа шықты. Ғали аға ма, әлде келген қонаққа ма, әлі ашуы тарқамаған Есенбай өз-өзінен бұрқылдап сөйлеп, анандай жерде жүр екен.
таз ашуын тырнаумен алады деген шындық болса керек, қайта-қайта қасынып, қолын басына апарумен жүр. Ғалия үлкен кісінің қолтығынан сүйеп, түйесіне мінгізді. Бақырауық атан жан-жағына жынын шашып, орнынан тұрды. Ал аман болын қарағым деген жолаушы қозғала бере, бірдеңе айтқысы келгендей көлігінің бұйдасын тартты. Айтпақшы, деді артына бұрылып, естігенім қате болмаса, жаңа өкімет елдің басын біріктіріп, ұжым құрып жатыр дейді ғой. Менің ақылымның ана тұрған бұл үйдің қожасына жақпайтыны да, қабылдамайтыны да анық. Дегенмен қарағым, осының соңынан еріп, сай-саланы сағалап жүре бергенше, сол көппен бірге болғандарың дұрыс сияқты. Енді қаншама қашқақтағанмен бұл үкіметтің дегені болатын сыңайы бар. Кім біледі, жалғыз ініңнің бағы сонда жанар. Осы күйлеріңмен жүре берсеңдер, сендер де я бай болып, я басшы болып жарытпаған Есенбайдан артық болмайсыңдар. Жаңа өкімет үлкен кішіге қарамай сауаттандырамыз деп жатыр ғой. Ініңді соған бер, арғы жағы тәрбиелі жанның алып кетері анық деп жүріп кетті. Қайдан білейін, дейді қонағын шығарып салған Ғалия, оның артынан қарап тұрып. Менің күні бүгінге дейінгі өмірімді ерлікке, өрлікке теңейсің. Мен тіпті солардың арасын ажыратудан да қалған сияқтымын. Әйтеуір, түн жамылып кеткен әкеміздің өзімізге айтқан аманатын орындап, жалғыз Бердібекті қатарға жеткізу жолында арпалысып келеміз. Жолаушының айтысына қарағанда шешеміз айдалада қалыпты. Ал әкеміз тірі ме, әлде оның да дәмі таусылып, әлде қашан өмірден өтті ме, ол жағы беймәлім. Көмескі тартқан сүрлеу жол сияқты қайта оралар, өз ошағына келіп табысар деген үмітіміз де жоғала бастаған сияқты. Енді басқаға емес, өзімізге сену ғана қалды. Жолаушының ортаға бірігің дегені дұрыс болар. Алғаш ұжымдасып жатқан колхозға бірден қосыла кетуге, біреу болмаса біреу төбімізді қуар қорққан едік. Сондай уақытта біздер ештеңе емес, Бердібекке зиян тиер. Сондықтан әзірге сырт орай болғанымыз дұрыс болар деп ойлағанбыз. Содан бері де біраз уақыт өтті. Әзір біздермен ешкімнің жұмысы жоқ сияқты. Тіпті бір кездері байлығы ернегінен асып төгіліп жататын Қожабергеннің қыздары болғанын бәрі де жадынан шығарып алғандай. Қазір мұның Ақбатаз Есенбайдың қатыны дегеннен басқа атағы жоқ. Ендеше қалған жерде Есенбайдың айтқанына көніп, айдағанына жүре беруге болмаз. Жаңағы жолаушы қыдырдай қасиетіміз болмаса да, көпті көргеніміз бар ғой дегенді бекер айтпаған болар. Соның айтқан сілтеуі адастыра қоймас деп шешкенді. Қарақтарым-ай, басымыздан не өтпеді дейсің? Әкемнің баяғы аттанар алдында құл-құлдығын жасайды. Оның көргені таяқ, қаруы қамшы. Бір күн тойса, екі көзі ештеңе көрмей желкесіне бітеді. Арғы жағы тексіз адам бір күн тойса болды, өткенін тез ұмытады. Осы есіңде болсын. Басы еркіндікке шықса болды, біреуге қамшы үйіруге әуес. Ондай кезде сол қамшы өздеріңе ғана емес, ана Бердібекке де тиеді. Соның бәріне шыдаң, тек Бердібек үшін, менің әулетімнің өмірі тоқтап қалмас үшін шыдаң. Итшілеп күн кешсеңдер де сол Бердібекті бір қараға жеткізің дегені айнымай келді де қойды. Осы күндері сол қорлықтарға қалай шыдадым, ауырлық кезеңнен қалай өтіп кеттім деп таңғалатыным шындық. Бірақ жауабын таба алмаймын. Бәлкім өзімнің көнбістігім, бәлкім Гүлбаршынның ер адамға лайық ерлігі себепші болған шығар. Ол осы қиындықтан тек өзін алып шықпады, бізді талаға тастамай қолтығына қыса жүрді. Қары талып, сүлдесі құрыса да бізді ауырсынып шыңырауға тастамады. Сөйтіп жүріп, баяғы тектілігін бойынан жоғалтпады. Маған да жүнжімей, үнемі еңсемді көтеріп жүруді, бір кездегі күйімді есімнен шығармауды тапсыратын. Әй қарағым-ай, бұл сөзді не үшін айтып отыр екен деп мені жазғырмаң. Шеті тарқатылып кеткен сөзімді енді сендерге айтып барып жинастырмасам болар емес. Қарғыс атқан сол қасіретті түн менің әлі есімде. Әкем мен шешемді шығарып салғаннан кейін 6 қанат ақ орданың ішінде состиып үшеуміз ғана қалғанбыз. Қорғанышы жоқ 3 жетім, бағыт бағдары алдағы күндері белгісіз 3 мұңлық.
әкеден қалған дүние мүлікке де, ессіз қалған малға да қолды бір сілтеп, үміттенген жаққа жүре беруге еркіндігі жоқ үш бейшара. Қол аяғың көзге көрінбейтін тұсаумен маталып тасталғандай қозғала алмайсың. Сол тұсауды үзгің келгенмен тәуекелің жетпейді. Шындығында оған барғың да келмейді. Өйткені басымызға келген ойымызға да, қай ісімізге де кедергі болып, әкенің қайта-қайта айтқан аманаты жатты. Одан аттап өтуге, аманатқа қиянат жасауға қай-қайсымыз да бара алмадық. Әкемнің қандарыңда адай қызына тән ерлік бар деп есептеймін. Соған сеніп, артыма қарайламай бара жатырмын дегені ойымызда тұр. Кенет есік түрле ашылып, үйге Есенбай мен Қалдыбай кірді. Бізді көріп босағада тұрып қалды. Бірақ бұрынғыдай емес, бойларында еркіндік бар сияқты. Көп ұзамай бірін-бірі итеріп төрге шықты. Бұрын бұл үйге кірмек түгілі табалдырығынан аттауға тәуекелі жетпейтіндер өз көздеріне өздері сенбей жан-жағына тамсана қарайды. Қай-қайсының ойында да енді мына байлыққа кім қожа болады деген сұрақ жатқаны анық. Тіпті күні кеше ғана мал соңында қатар жүріп, жаман күркеде қатар жатқан екеуінің көзқарастарынан бір-біріне деген қызғаныштары байқалады. Мынаған қарағанда жастығым да бар, көзге көрініп тұрған кемдігім де жоқ. Сондықтан алдымен қамданып қалайын дегендей Қалдыбай қақырынып бізге қарап отырды да: Байекең, иә, Қожекең бәрімізді жинап алып, өзінің тапсырмасын берді емес пе? Енді қалай деп айтсам екен, үлкен кісінің айтқан сөзін орындауымыз керек шығар. Осындағылар біліп айтса, олардың сол кеткеннен кері оралуы қиын көрінеді. Сондықтан мен мынандай шешім қабылдап отырмын. Осы үйді Гүлбаршын екеуміз еншілейміз. Ал Есеке, сен өзіңнің адамыңмен екінші үйді иемден. Бердібектің сенің қасыңда болғаны дұрыс шығар. Бұл үйдің малының есебі екеумізге белгілі ғой. Бір-бірімізге қиянат жасамаспыз деп тағы да жан-жағына қарады. Міні құрымай сол күйінде тұрған дүние мүлікке көзі түсіп, апырмай, Қожекең сөзінде тұрыпты, бір бірауына да тимепті ғой. Қарашы Есеке, ой Құдай-ай, сенің берейін десең шапағатың көп екен ғой. Дәл осылай болады деп үш ұйықтасам да түсіме еніп беді. Әлі сенбей тұрмын. Мына үй, мына дүниенің ендігі қожасы шынымен мен болдым ба? Тіпті солар қайтып келмес екен, осының бәрі менде қалса екен деп не айтып не қойғанын білмей, есі кете ыржалақтап күліп айдалаға лағып бара жатты. Дәл осы мезгілде Гүлбаршын: Әй Қалдыбай, бер қара, деді саңқ етіп. Сен кезінде әке-шешеңнің азан шақырып қойған өз атыңды ұмытып та қалған шығарсың. Сол атыңды менің аузымнан тұңғыш естіп тұрғаның шындық. Бұрын саған жалшы десе, боқшы десе де жараса беретін. Ал бүгін өз атыңмен атап тұрмын. Біле білсең саған бұл да мәртебе. Өйткені тағдырдың маңдайыма жазғаны ма, әлде бұйырмыс па, болмаса әкемнің өтініші ме білмеймін. Қазірден бастап сенің иелігіңе көштім. Ана езуіңді, менің айтар сөзімді аяғына дейін тыңда. Маған бай болмақ түгілі, бір кездері кескен тырнағыма тұрмайтын, лақтырған таяғымды әкеле алмайтын сорлы едің. Амал қанша, өзің айтқандай, түсіңде көрмеген бақ пен байлыққа тап болдың. Құдай тағаланың құдіретіне шек бар ма? Бір күннің ішінде аспаннан тастады да жіберді. Тексіздігің бе, әлде уызыңнан жарымағандығың ба? Көз алдыңда көрінген дүниеге есің кетіп не айтып, не қойғаныңды білмей тұрсың. Тіпті көңіліңнің қаралығын да жасыра алмадың ғой бейшара. Бәрін қолыңа тастаған әкемнің келмегенін тілеп тұрсың мынау. Одан қалған дүние мен малдың тек өзіңе бұйыратынын қайдан білесің? Керек болса, жаңа өкімет сенен де бір күнде сыпырып алатынын неге ойламадың? Қазір көзің тұманданып тұрғанмен қайтадан бұрынғы тас қалпыңа түспейтініңе сенімдісің бе? Меккеше болмасаң, осыны неге ойламайсың? Күн сайын көз алдыңда өтіп жатқанды санаңа неге тоқымайсың? Мына үй сенікі емес, Ғалия мен Бердібектікі болады. Қараша үйге екеуміз кетеміз. Тоқта, сөзімді бөлме. Не айтқың келіп тұрғаны маған белгілі. Ал менің айтар сөзімнің ең бастысы алда. Есенбай, сенде тыңда. Бұл жалғыз бұған емес, саған да қатысты. Сендердің қазіргі қолдарыңа тиген билік
бізді әйел қылумен бұйырған малды иемдену ғана. Ал тексіздіктерге басып, Ғалия мен менің Бердібектің жан жаралайтын болсаңдар, өздеріңе оңай болмайды. Осы естеріңде болсын. Ойбай-ау, мына қатын қайтеді? Байың болғаннан кейін ендігі жердегі бар билігің менде емес пе еді? Жоныңнан таспа тілгеннен кейін білесің менің кім екенімді, деп Қалдыбай даусын көтере қоқилана сөйледі. Не дедің? Өй, сорлай, алтын мен бақырды айыра алмаған жетесіз-ай. Қатын деген сөзіңді ең болмаса бір күн болса да кейін қалдыруға ақылың жетпеді ме? Бердібек жан-ай, сен үшін отқа түстік-ау, намысымды, қыздық арымды бағалай білмеген сорлы. Сөйтпесең құл болар ма едің? Бұрынғылар ақылы азған құлды тәубесіне түсірер бір ғана құрал бар деуші еді. Ол қамшы болатын, деп тістене сөйлеген сұлу, төрде ілулі тұрған қамшыны көзілеспес жылдамдықпен алып, алдында тұрған Қалдыбайды бас көздемей төпелей жөнелді. Әй, қойсаңшы шырағым, деп араша түспек болған Есенбайды да соққының астына алды. Олардың тиген жерін тіліп түскен 8 өрме қамшыдан кірпіше жиырылып, қорғанудан басқа амал қалмады.